оң мен сол жаттау керек болды. Ай, сіздерге қиын болады кішкене түсіну. Біздің Астанада трамвай жоқ. Сондықтан да көліктердің барлығы қарапайым бағдаршаммен жүре береді. Ал Павлодарда трамвай бар. Сондықтан да маршруттық автокөліктер мына бағдаршаммен жүреді. Бұл бағдаршамның айтатын сөзі қандай? Егер бұл жерде қызыл жасыл түсті деген түстер жоқ, бұл жерде тек қана ақ түс бар. Егер үш негізгі светофор ақ жанып тұратын болса, демек маршруттық автокөлік тоқтайды. То есть автобус немесе трамвай тоқтайды деген сөз. Егер былай жанып тұрса, екеуі ғана ақ болып тұрса, тек солға бара алады. Былай жанып тұрса, тек тура бара алады, былай жанып тұрса, тек оңға бара алады. А былай жанып тұрса, тоқтайды. Түсінікті ғой? Бұл жерде тек қана ақ түсті бағдаршам болады. Келесі темір жол өткеліне арналған бағдаршам. То есть бұл жерде сіздің жолыңыз пойыздың жолымен сәйкес келді. Пойыз жолдан өтпейсіз, егер сізден қызыл бағдаршам жанып тұрса. Қызыл тұрма, пойыздан өтпейсің деген сөз. Келесі бағдаршамның түрі. Бұл бағдаршам ұйымдарға не болмаса жол тарылған жерлерде. То есть Азия парк, сосын Мегасилкойдың парковкасы үлкен. Ол жерде көлік көп. Сол жердегі көліктерді басқару үшін қолданатын бағдаршам. Келесі мына бағдаршам түсінікті. Пешеходқа жаяу жүргіншіге арналған. Тыйым салатын, рұқсат етілетін. Келесі бағдаршамның түрі плюсик. Бұл не деген сөз? Бұл плюсиктің мағынасы қарсы келе жатқан көлікте қызыл жанып тұр дейді. Бұл не деген сөз? То есть, міне, бұл плюсик қызыл жануы мүмкін, жасыл жануы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Егер де бізде, жазып алдыңыз ба? Егер бізде мысалға, яғни қызыл көлікте плюсик жанып тұрма, демек ол солға кері бұрыларда ешкімді өткізбейді. Өйткені мынау айтып тұр, қарсы бағытта қызыл светофор жанып тұр деп тұр. Демек солға кері бұрыларда ол ешкімді өткізбейді. Айырмашылығы неде? Мынандай стрелкамен айырмашылығы неде? Стрелка жанған кезде солға кері бұрыларда сіз ешкімді өткізбейсіз. Екеуінің ұғымы бір сияқты. Айырмашылығы мынада. Егер стрелка сөніп қалса, мына көлік солға бұрылғысы келсе, бұл тоқтап тұрады тоқтаусыздығында, тоқтауға міндетті. Ал егер де плюсик сөніп қалса, бұл жолдың бойына шығып, қарсы бағытты өткізіп кете береді. Демек, тоқтап тұруға міндетті емес. Түсінікті ғой? Айырмашылығы осыда. Егер стрелка сөніп қалса, көліктер жүрмей тоқтап тұрады, солға бұрылатын болса, ал плюсик сөніп қалса, жолдың бойына шығып, қарсы бағытты өткізіп кете береді. Плюсик жанып тұрған кезінде солға кері бұрыларда ешкімді өткізбейді. Қалай плюсик сөнеді, өткізеді, кете береді. Түсінікті ма?